Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Жолдар мыңдаған жыл алдын пайда болған. Осы жолдардың арқасында біздер бір жерден екінші жерге тез әрі қауіпсіз жетіп барамыз. Алайда, сіз ойлағандай барлық жолдар қауіпсіз емес. Алтын балта арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздерге ең қауіпті әрі қорқынышты жолдарды көрсетеміз. Боливиядағы Юнгас-Роуд жолы. Бұл жолдың қауіптілігі соншалықты, бұл жерден адамдар өтерде тоқтаусыз құдайларына сыйынады. Бұл жол 1932 жылы Боливия мен Парагвай соғыс кезінде салынған. Өзінің ең қауіпті жол деген атын 1995 жылы алды. 1994 жылдың өзінде бұл жерде 25-ге жуық көлік жардан құлап кетті. Міне осындай көптеген апаттың кесірінен ең қауіпті жолдар қатарында тұр. Непал, Карнали тас жолы. Ұзындығы 250 км бұл тас жол жылына 50 шақты адам өмірін алып кетеді. Өзінің жіңішке әрі құлап кетердей тік жарлары бар бұл жолдан автокөлікпен жүру былай тұрсын, мотоциклмен жүрудің өзі қорқынышты. Бұл жерде көптеген адамдардың өлімінің себебі жол шетінде қорғаныстың жоқтығы ғана емес, тастардың көшуі де. Қауіптілігіне қарамастан күніне жүздеген машиналар бұл жолдан өтеді. Себебі ондаған ауылдың бір-біріне баратын жалғыз жолы осы. Норвегия, Атлантика жолы. Ұзындығы 8 километрге созылған бұл жол сізге қауіпті әр қызықты болар сөзсіз. Себебі көптеген майда аралдардың үстіне өтіп қана қоймай, жолдың үстіне соққан толқындармен соқтығысып жүруіңізге тура келеді. Ауа райының қандай болуына қарамастан, бұл жерден өтуші туристердің саны өте көп. Ауғанстан, Кабул Жалалабад жолы. Ұзындығы 60 километрге созылған бұл жолда жылдан бұрылыс, бірден тік жарлар көптеп кездеседі. Бұл жолда дерлік күнде бір жол апаты болып тұрады. Апаттың бәрі жолдың кесірінен бола бермейді. Жүргізушілердің жол ережелерін сақтамаудан болады. Бұл жолда қанша апат болған нақты айту қиын. Алайда, Ауғанстанның статистикасына сүйенер болсақ, соның өзі ең қауіпті жолдар қатарына жатқызуға жеткілікті. Қытай, Гуалян түнелі. Тау астына өтетін бұл жол Гуалян ауылына барар жалғыз жол. Белгілі бір ара қашықтықта үлкен терезелер және де ашық жерлер көптеп кездеседі. Сондықтан суретке түсіп айналаны тамашалауға болады. Сондықтан болар келуші туристер өте көп. Бұл жолда әсіресе жаңбырлы күні жүру өте қауіпті. Себебі ешқандай қорғансыз жылдан бұрылыстар көптеп кездеседі. Үндістан, Заджи-Ла-Пас жолы. Ұзындығы 11 км бұл жолмен жүріп, 3,5 метр биіктікке шығуыңызға тура келеді. Жолдың жағдайы есе өте нашар. Бұндай жолмен экстремал іздеген адамдардың өзі көп жүргісі келмейтін шығар. Алайда, кей үндістер бұл жолмен күнде жүруге тура келеді. Франция, Пассаж-дю-Гау жолы. Франция мен Францияның Нуар-Мутсон аралына барар жалғыз жол. Бұл жол ағыс тартылған кезде күніне 2 рет 1-2 сағат уақытқа ғана ашылады. Басқа уақыттарда жолдың үстін 4 метр биіктікке дейін су басып жатады. Ұзындығы 4,5 км ғана болғанымен, кей адамдар судың тартылатын және толатын уақытын білмегендіктен су астында қалып қояды. Сондай жағдайда адамдардың шығып тұру үшін арнайы орындар істелінген. Пакистан, Нанга-Парбат тас жолы. Бұл жол Пакистан тауларында теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте орналасқан. Ұзындығы 16 километрге созылған. Бұл өте қауіпті жолдан қатты жүру былай тұрсын, жай жүрудің өзі қорқынышты. Достар, видео ұнаған болса, лайк басыңыздар және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар.